Амансыз құрметті көрермен, сіздермен бірге Қазақ Ньюс осы аптаның жаңалықтар легін ұсынамыз. Сенат республикалық референдум туралы заң жобасында түзетулер енгізуді ұсынып мәжіліске қайтарды. Ал 6 мамыр күні орталық сайлау комиссиясы Конституцияға түзетулер енгізу бойынша референдум өткізу жоспарын жариялады. Заң жобасының бұрынғы нұсқасы бойынша тұңғыш президенттің мәртебесіне қатысты мәселелер республикалық референдумның нысаны бола алмайды. Жоғарғы палата депутаттары бұл норманы заң жобасынан алып тастауды ұсынды. Түзету қолданыстағы заңның 3 бабының 2 тармағы туралы болып отыр. Сенаттың редакциясында бұл норма мемлекеттің тәуелсіздігін, республиканың біртұтастығы мен аумақты тұтастығын, оны басқару нысанын, республика қызметінің түбегейлі принциптерін өзгерту мәселелері ғана референдумның нысанасы бола алмайтынын көздейді. Енді бұл заң жобасы мәжіліс депутаттары қайта қарайды. Егер олар келіссе, құжат алдағы уақытта мемлекет басшысына қол қоюға жіберіледі. Мәжіліс депутаттары республикалық референдум туралы Қазақстан Республикасының конституциялық заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы конституциялық заң жобасын қарауға алған болатын. 4 мамырда мәжіліс республикалық референдум туралы заңға өзгерістер мен толықтырулар туралы заң жобасын мақұлдап Сенатқа жолдаған еді. Жобаның мақсаты бюллетендерді бірізділікке түсіру деп айтылған. Өткен аптада президент Қасым-Жомарт Тоқаев Конституцияға түзетулер енгізу бойынша республикалық референдум өткізуді ұсынған еді. Жалпы алғанда 33 бапқа 56 толықтыру енгізу жоспарланып отыр. 25 сәуірде Конституцияға түзетулер енгізумен айналысып жатқан жұмыс тобы өздері дайындаған өзгертулерді жариялаған. Бұл өзгертулерде 1995 жылы таратылған Конституциялық сотты қайта құру, президентке саяси партияларға мүше болуға, ал оның жақындары мен туыстарына саяси және квазимемлекеттік секторда лауазымды қызмет атқаруға тыйым салу. Парламент жұмысы мен сайлау жүйесін өзгерту мәселелері қамтылған. Арасында бірінші президентке тәуелсіз Қазақстанның негізін қалаушы мәртебесін беру туралы ұсыныс табылған. Бұл ұсыныс қоғамда сынға қалып, халық тарапынан қарсылыққа ұшыраған. 6 мамырда президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстанның Египет, Алжир және Тунистегі төтенше және өкілетті елшісі Қайрат Ламашаровке сөгіс жариялады. Ақорда баспасөз қызметі таратқан хабарламада сөгіске не түрткі болғаны жазылмаған. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілері әдеп кодексінің 9 тармағының талаптары сақтамаған үшін Қазақстан Египет Араб Республикасындағы төтенше және өкілетті елшісі Қайрат Қайырбекұлы Ламашаровке сөгіс жариялады деп жазылған хабарламада. Қайрат Ламашаров бұған дейін Фейсбуктегі парақшасында СССР-дің кезінен қалған даулы атаулардан арылып, Астана атауын қайтаруды ұсынған еді. Оның бірнеше күнгі жазбасы қазір парақшасынан көрінбейді. Дипломат мамырдың басында Facebook парақшасында отаршыл Ресей мен Совет одағы күшпен енгізген даулы елді мекен атауларынан арылу үшін Конституцияға жалпы халықтық референдум арқылы әкімшілік аймақты өңірлер туралы жаңа бап енгізу қажеттігін айтқан. Ол облыс деудің орнына өңір деген сөзді қолдануды ұсынған. 10 және 11 мамыр күндері Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Түркияға ресми сапармен барады. Ол сейсенбі күні Түркия президенті Режеп Тайып Ердоғанмен телефон арқылы сөйлесті. Бұл жөнінде сейсенбі күні Ақорда сайты хабарлады. Ақорда таратқан ақпаратқа қарағанда Қазақстан мен Түркия көшбасшылары бірін-бірін ораза айт мерекесімен құттықтаған және бауырлас екі халықтың өсіп өркендеп жетістікке жетуіне тілектестік білдірді. Олар сауда, экономикалық, инвестициялық және мәдени-гуманитарлық ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға мән бере отырып, Қазақ-түрік стратегиялық серіктестігін дамытудың перспективаларын талқылаған. Режеп Тайып Ердоған мен Қасым-Жомарт Тоқаевтың 10 және 11 мамырда Түркияға жоспарланған мемлекеттік сапары екі ел арасындағы жан-жақты стратегиялық серіктестікті кеңейтудің маңызды белесі болатынын айтқан. Мемлекет басшысы Анкарадағы келіссөздер осындай деңгейде өтеді деген пікірмен келісті. Қазақстан президенті экономикалық, гуманитарлық және мәдени байланыстарды кеңейтуде түркі мемлекеттері ұйымының рөлі зор екенін айтты. Ұлы Отан соғысында жеңіске үлес қосқан ардагерлер мен басқа да санаттағы азаматтарға жергілікті атқарушы органдар тарапынан 5,4 миллиард теңге сомасында бір жолғы көмек көрсету қарастырылғанын 5 мамырда еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі Руслан Сәкеев орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте мәлімдеді. Вице-министр Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жыл ішінде ардагерлер мен тыл еңбеккерлеріне қамқорлық көрсету, олардың өмір сүру сапасын арттыру мемлекеттің әлеуметтік саясатының басты басымдықтарының бірі болып табылатынын атап өтті. Бүгінгі күні егде жастағы азаматтарды әлеуметтік қорғау шаралары орталық және жергілікті деңгейде жүзеге асырылып келеді. Біріншіден, зейнетақы және басқа да әлеуметтік төлемдердің мөлшері жыл сайын арттырылуда. Басқа әлеуметтік төлемдерге қарамастан, азаматтардың 20 санатына арнаулы мемлекеттік жәрдемақы төленіп отырады. Оның негізгі алушылары аға буын азаматтар болып келеді. Соғысқа қатысушылар, тыл еңбеккерлері және де басқа да азаматтар.
Руслан Сәкеевтің айтуынша 2022 жылғы 1 мамырдағы жағдай бойынша зейнетақыны ескере отырып, ай сайын алатын әлеуметтік төлемдердің орташа жиынтық мөлшері Ұлы Отан соғысының қатысушылары үшін 193.714 теңгені құраған. Оны 289 адам алады. Ұлы Отан соғысының мүгедектері үшін 201.615 теңге. Басқа мемлекеттер аумағындағы ұрыс қимылдарының ардагерлері үшін 205.041 теңге. Ұлы Отан соғыс қатысушыларына теңестірілген тұлғалар үшін 161.174 теңге. Ұлы Отан соғыс мүгедектеріне теңестірілген тұлғалар үшін 124.409 теңге. Ұлы Отан соғыс жылдарындағы тыл еңбеккерлеріне 132.060 теңге. Осыған сәйкес жеңіс күніне орай жергілікті атқарушы органдар тарапынан сомасы 5 миллиард 400 миллион теңге бір жолғы көмек көрсету қаражаты қарастырылған. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі облыстардың және республикалық маңызы бар қалалардың әкімдіктеріне Ұлы Отан соғысындағы жеңіске үлесін қосқан азаматтардың жоғарыда аталған барлық санаттар үшін материал көмектің кепілдендірілген ең төменгі мөлшерін белгілеуді ұсынады. Нәтижесінде Ұлы Отан соғыс қатысушылары мен мүгедектеріне барлық өңірде бір жолғы материал көмек ретінде 1 миллион теңге мөлшерінде көрсетілуде. Бұрынғы концлагердегі кәмелетке толмаған тұрғындарға 100 мың теңгеден кем емес. Қоршаудағы Ленинградтың тұрғындарында және қаза тапқан жауынгерлердің жесірлеріне 60 мың теңгеден кем емес қаражат қарастырылған. Қайтыс болған Ұлы Отан соғыс мүгедектерінің жұбайларына және Ұлы Отан соғысы жылдарындағы тыл еңбеккерлеріне 30 мың теңгеден кем емес қаражат қарастырылған. Вице-министр сондай-ақ бүгінгі таңда Ұлы Отан соғыс ардагерлеріне төлемдер барлық өңірлерде жүргізілгенін атап өтті. Қалған санаттар бойынша төлемдер 9 мамырға дейін аяқталады. Апталығы осындай жаңалықтардың толық нұсқасын Казак News.kz сайтынан оқи аласыз. Келесі жүздескенше.